Бизнес-тим бағдарламасы бойынша ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған бизнес негіздерін оқытуды бастау үшін ccb.kz сайтында тіркелу қажет. Тіркелгеннен кейін сіздің жеке кабинетіңіз сайтта құрылады. Сіз оған кіріп, ағымдағы жылға арналған оқу ағындарының кестесін көре аласыз. Оқуға қабылданатын ағын белсенді болады. Сіз ағынға жазылу батырмасын басу арқылы осы ағынмен оқуға жазыла аласыз. Немесе кейінірек сайтқа кіріп, өзіңізге ыңғайлы күндермен ағынды таңдай аласыз. Жыл бойы оқуды бір рет өтуге болады. Қажетті ағынды мұқият таңдаңыз. Оқу ағынына жазылғаннан кейін онлайн бағдарламаның жеке кабинет бөлімінде оқу процесінің сипаттамасын оқуға болады. Бағдарламаның бейне сабақтары ағынның басталу күнінде қолжетімді болады және ол аяқталған күні жабылады. Барлық сабақтарды сол уақытта қарау керек. Бейне сабақтарды көру үшін сабақтар батырмасын сайт мәзірінде басыңыз. Бейне сабақтар дәйекті түрде ашылады. Әр сабақты соңына дейін толығымен қарау керек, содан кейін ғана келесісі қолжетімді болады. Бағдарлама қазақ тіліндегі тезистердің сүйемелдеуімен орыс тілінде жүргізіледі. Тезистері бар файлдар сайттың қазақ тіліндегі нұсқасында сарапшының әрбір бейнесінен жоғары орналасқан және оларды жүктеуге болады. Бағдарламаның барлық сабақтарын көргеннен кейін тест толығымен қолжетімді болады. Тестті орындау үшін тест батырмасын сайт мәзірінде басыңыз. Бақылау тесті барлық сабақтар бойынша негізгі сұрақтарды қамтиды. Және егер сіз ұсынылған сұрақтардың 70%-на дұрыс жауап берсеңіз, сіз тесттен өттіңіз деп саналады. Егер сіз тестті тапсыра алмасаңыз, сізде оны ағымдағы жылы конкурс өткізу кезеңінде конкурсқа өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін қайта тапсыру мүмкіндігі бар. Тест сәтті аяқталғаннан кейін сіз бизнес-тим бағдарламасының сертификатын аласыз. Сертификат жеке кабинет бөлімінде қолжетімді болады. Оқу сәтті өтсін.